Анам мен қатарлас әйелге ғашықпын. Бұл сезім қайдан шықты? Мен бұл туралы ешкімге айтқан емеспін. Өзіме де мойындау қиын болды. Бәрібір қарапайым кештен басталды. Күздің салқын күні. Аспан төмен түсіп кеткендей адамды ойға батырады. Анам қонаққа бір танысын ертіп келді. Бұл Гүлнар апай деді. Анам жай ғана. Көрші ауылдан, жасы бізбен қатарлас. Сол сәтте мен үшін ол апай емес еді. Бірақ мен ол кезде оны әлі түсінбедім. Гүлнардың даусы ерекше тыныш болатын. Айғайламайды, асықпайды. Әр сөзін ойланып айтатын адамдар бар ғой, дәл сондай. Шашына ақ кіре бастапты. Бірақ ол ақ шаш оны қартайтпай, керісінше салмақ беріп тұрғандай. Ол күлімсіреді, жай ғана, еш артық қимылсыз. Сол күлімсіреуді кейін көптен ойладым. Алғашқы ыңғайсыздық. Біз бір дастарханда отырдық. Анам екеуі өткенді еске алып күліп отыр. Ал мен үнсізбін. Неге екенін білмеймін. Оған тіке қарауға ұялдым. Көзім кездейсоқ түйісіп қалса болды. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай. Бұл не? Ақымақтық. Бұл мүмкін емес қой деп өз-өзіме қайта-қайта айттым. Өйткені ол менің анаммен қатарлас. Өмір көрген, тағдырдың талай соққысын сезген әйел. Ал мен әлі өмірдің басында тұрған жігітпін. Бір сөз бәрін өзгертті. Шай үстінде анам сыртқа шығып кетті. Ас үйде екеуміз ғана қалдық. Ол маған қарап, сен көп ойлайсың деді, жай ғана. Мен селк ете қалдым. Қайдан білдіңіз? Көздерің айтып тұр, деді ол күліп. Сол сәтте бір түрлі тыныштық орнады. Ауыр емес, бірақ терең. Ол маған жанында отырған әйел емес, мені көріп тұрған адам сияқты сезілді. Сол кештен кейін мен тыныш ұйықтай алмадым. Ішкі күрес. Мен өзімді жек көрдім. Бұл дұрыс емес. Бұл ұят. Бұл уақытша сезім. Бірақ сезім логиканы тыңдамайды екен. Ол менің ойымда қайта-қайта пайда болды. Оның баяу жүрісі, сөз арасындағы кідірістері, көзіндегі шаршау мен жылылық. Мен жас қыздарды көрдім. Әдемі, жас, еркін. Бірақ жүрегім үндемеді. Ал ол үнсіз де жүрегіме кіріп алған еді. Ең қауіпті сәт. Бір күні ол тағы келді. Анам үйде жоқ еді. Кірейін бе деді ол есік алдында. Сол сәтте менің өмірім екіге бөлінді. Жоқ деу керек еді. Бірақ мен есікті аштым. Үнсіз жақындау. Ол кірді. Есіктің жабылған дыбысы тым қатты естілгендей болды. Үй бұрынғыдай емес. Бөлмелер тарылып кеткендей, ауа қоюланып қалғандай. Анам үйде жоқ дедім. Өзіме емес, соған айтып тұрғандай. Білемін деді ол. Дауысы сабырлы. Қорықпайды, бірақ сақ. Ол пальтосын шешіп, баяу үлді. Қимылы асықпайды. Әр қозғалысында өмірдің салмағы бардай. Біз бір-бірімізге қарсы отырдық. Арасында үстел, ал шын мәнінде арасында әлде қайда үлкен нәрсе түреді. Сөз емес, сезім сөйлеген сәт. Сен сол кештен бері өзгеріп кеткенсің деді ол кенет. Мен үндемедім. Бұрын көзінде жеңілдік бар еді. Қазір ауыр ой бар. Ол мені көріп отыр. Шынайы, жасырын емес. Мен басымды төмен салдым. Кейде адам өзі түсінбейтін сезімге тап болады дедім ақырын. Ол сезіммен қашқан сайын ол күшейе береді. Ол үнсіз қалды. Біраз уақыт өтті. Кейде деді ол, сол сезім бізде емес, біз оны тәрбиелеуіміз керек. Бұл сөз мені селт еткізді. Тыйымның салмағы. Мен оны қалай көріп отырғанымды ол біле ме? Әлде сезе ме? Ол орнынан тұрды. Терезе жаққа барып сыртқа қарады. Күз, сарғайған жапырақтар, жел баяу. Менің де өмірімде бір кезде дұрыс емес сезім болған деді ол, арқасымен тұрып. Мен оны жеңдім деп ойлағанмын. Ал шын мәнінде дедім. Ол маған қарады. Ол сезім ешқашан кетпейді. Ол тек тынышталады. Сол сәтте мен оның көзінде бір нәрсе көрдім. Өкініш пе, әлде сағыныш па? Ең қауіпті нәрсе үміт. Ол кетерде есік алдында тоқтады. Сен жақсы адамсың деді.
Солай болып қал. Ол кетіп қалды. Ал мен сол түні бірінші рет өзіме өтірік айтпадым. Мен оны ұнатпаймын. Мен оған үйреніп те қалған жоқпын. Мен оны күтемін. Күтудің өзі байланыс. Ол келмеді. Бір апта, 2 апта. Анам одан анда-санда хабар алып тұрады. Ал мен тыңдаймын. Гүлнардың денсаулығы онша емес екен. Жалғыздық қинайды дейді. Жалғыздық. Бұл сөз жүрегіме қадалды. Мен оны ойлаймын. Таңертең, кешке, ұйықтар алдында. Ол ештеңе істемей-ақ менің ішкі әлемімнің бір бөлігіне айналды. Көзге көрінбейтін байланыс. Бір күні көшеде кездестік. Кездейсоқ. Ол мені көріп тоқтады. Мен де. Адамдар өтіп жатыр. Ал біз үшін уақыт тоқтап қалғандай. Қалайсың деді. Жүріп жатыр дедім. Мен сені ойладым деді кенет. Бұл сөз жүрегіме майзадай қадалды. Мен де деп бастадым да тоқтадым. Ол басын изеді. Түсінді. Анамның сезуі. Анам бір күні маған ұзақ қарап отырды. Саған біреу ұнап жүрме деді, жай ғана. Мен жауап бермедім. Кейде ана жүрегі сөзсіз де білет деді ол. Сол сәтте мен өзімді ең жаман адамдай сезіндім. Айтылмаған сөз, ең ауыр сөз. Анам сұрағаннан кейін мен ұзақ уақыт үнсіз жүрдім. Үнсіздік кейде қорғаныс емес, жаза екен. Ол әйелді ойламауға тырыстым. Өзімді жұмыспен, адамдармен, сыртқы өмірмен алдадым. Бірақ түнде ештеңе жасыра алмайсың. Мен оның даусын естігендей боламын. Сөйлеп тұрған жоқ, тек бар. Кейде адам біреуде емес, сол адамның жанында өзін қалай сезінгенін сағынады екен. Мен оның қасында өзімді ер жеткендей сезіндім. Бірақ бала болып қалудан да қорықтым. Қайта кездесу. Ол қыстың басында келді. Қар жауып тұрды. Үй іші суық емес, бірақ бір түрлі салқын еді. Анам ас үйде еді. Ал біз көзбен ғана амандастық. Сол көзқараста бәрі бар еді. Күту, сақтық, және не тоқтатылған нәрсе. Ол бұрынғыдай емес, аздап арықтаған. Ығы төмен түскендей. Мен оған көмектесіп пальтосын ілдім. Қолымыз тиіп кетті. Ұзақ емес, бірақ жеткілікті. Өз-өзінен қашып болмайды. Кешке анам ерте ұйықтады. Үй тынышталды. Біз ас үйде қалдық. Шай іше отырып. Кейде адам дұрыс шешім қабылдаса да, деді ол. Жүрегі тынышталмайды. Ал қате шешім ше дедім. Ол өмір бойы қайтып келеді деді ол. Ол маған тіке қарады. Сен мені түсінбейсің деп ойлайсың ба деді ақырын. Мен жауап бере алмадым. Мен сені байқадым деді. Бірақ сенің ішіңде күрес барында көрдім. Менің тамағым кеуіп кетті. Шекара. Біз бұл туралы сөйлеспеуіміз керек деді ол. Бұл сөз мені жеңілдетпеді. Керісінше ауырлатты. Бірақ сезім сөйлейді ғой дедім. Иә деді ол. Сондықтан шекара керек. Ол орнынан тұрды. Мен сенің өміріңе фалмақ болып кіргім келмейді деді. Сенің алдыңда әлі жол бар. Мен де тұрдым. Ал сіздің жолыңыз ше дедім. Ол бір сәтке тоқтады. Менің жолымда үйрену бар деді. Жоқ нәрсемен өмір сүруді. Ең ауыр қоштасу, айтылмай қалған қоштасу. Ол сол кештен кейін келмеді. Анам айтты. Гүлнар көшіп кетіпті. Мен ештеңе сұрамадым. Кейде кету қашу емес, кейде кету қорғау. Уақыт бәрін емдей ме? Жыл өтті. Мен өзгердім. Сырттай, ал ішімде бір тыныштық орнады. Ауыр емес, тек орны бөлік. Мен енді біреуге ғашық болсам да, сол сезімнің тереңдігін салыстырамын. Өйткені мен бір кезде ештеңе болмаған, бірақ бәрі болған махаббатты сездім. Соңғы ой, махаббат жасқа қарамайды дейді. Бірақ ол әрқашан бірге болуды талап етпейді. Кейде махаббат ешкім білмей қалған сезім. Бірақ дәл сол сезім адамды шын ересе кетеді. Кеткен адам әрқашан кетпейді. Ол көшіп кетті дегенде мен бір түрлі тыныштық сездім. Жеңілдік емес, бос кеңістік. Адам кейде ауырсынуға да үйреніп қалады екен. Ал ол кеткен соң ауырсынатын ештеңе қалмағандай болды. Бірақ бір кеште анам ескі суреттерді ақтарып отырды. Мынаны қараш деді ол. Сурет сарғайып кеткен.
Жас кезіндегі анам, қасында Гүлнар. Мен бұрын байқамаған бір нәрсені сол сәтте көрдім. Олардың арасы тым жақын еді. Өткеннің ізі. Сендер қатты дос болған сияқтысыңдар дедім. Анам жымиып қойды. Бірақ бұл жымию бұрынғыдай емес еді. Кейбір достықтар өмір бойы адаммен бірге жүреді деді ол. Тек әр кезеңде басқа атпен аталады. Мен үндемедім. Гүлнар менің жастығымды түгел көрді деді анам. Менің қателіктерімді де. Ол сөзін жалғастырмады. Ал менің ішімде бір күдік қозғалды. Айтылмаған шындық, сол түні мен ұйықтай алмадым. Екі әйел, екі тағдыр. Бір-бірімен тым терең байланысқан. Ал мен сол байланыстың ортасында жүргендеймін. Егер Гүлнар мені көріп қана қойған жоқ болса ше? Егер о мені бұрыннан білсе ше? Бұл ой қауіп деді. Бірақ ойлар тыйымды танымайды. Күтпеген белгі. Бірнеше аптадан кейін маған хат келді. Қағаз хат. Қысқа ғана. Кейде адам өз сезімін емес, өз орнын түсінуі керек. Егер жолым түссе, кел. Төменде мекенжай. Мен хатты бірнеше рет оқыдым. Бұл кездейсоқ емес еді. Сапар. Ол басқа қалада екен. Мен баруға асықпадым. Өйткені бару бәрін өзгертуі мүмкін. Бірақ бармау өмір бойы ішімді кеміріп өтуі мүмкін. Пойыз терезесінен сыртқа қарадым. Өмір артта қалып бара жатқандай. Ал алда не күтіп тұрғанын білмеймін. Қайта көру. Ол есікті өзі ашты. Бұрынғыдай емес, салмақтырақ. Бірақ көзіндегі тыныштық сол күйі. Сен келесің деп ойладым деді ол. Неге дедім? Өйткені сен аяқталмаған нәрселерді көтер алмайсың деді. Ол мені тым жақсы біледі. Бұл қорқыныш деді. Шындықтым шеті. Сенің анаң маған бір кезде, ұлым менің ең әлсіз жерім болады деген деді ол. Мен селк еттім. Ол сен туралы көп айтты деді ол. Сен туылмай тұрыпта. Неге дедім? Ол маған ұзақ қарады. Өйткені кейбір адамдар тағдырда ерте кездеседі деді. Бірақ кеш түсінеді. Айтылмаған сөздер көбейген сайын ауа азаяды. Ол шай қойды. Баяу, әдеттегідей. Шайдың иісі бөлмеге жайылды. Бірақ бұл тыныштыққа жайлылық әкелмеді. Сен бұл жерге сұрақтармен келдің деді ол. Бірақ кей сұрақтардың жауабы бар екенін білгенде адам оларды қоюдан қорқады. Мен кесеге қарадым. Шай буы көтеріледі, жоғалып кетеді. Сіз мені неге шақырдыңыз дедім. Ол бірден жауап бермеді. Өйткені уақыт өтіп бара жатыр деді ақырын. Ал кейбір нәрселер уақытқа шыдамайды. Өзіңді өзің тану ең ауыр сәт. Сен өз сезіміңді қалай атайсың деп сұрады ол. Мен ойланып қалдым. Ол тыныш емес дедім. Бірақ ол таза. Ол басын изеді. Ал сен менің сезімімді қалай атайсың? Бұл сұрақ мені дайынсыз ұстады. Мен сізде жалғыздық бар сияқты көремін. Ол жымиып қойды. Дәл сол жалғыздық кейде ең қауіпті айна болады деді. Адам өзінен қашып жүргенін сонда көреді. Өткен мен бүгіннің арасындағы жарық, ол сөреден ескі дәптер алды. Бұны ешкімге көрсеткен емеспін деді. Дәптерді ашпады. Тек қолмен сипады. Бұл менің айтылмаған өмірім деді. Ал сен сол өмірге тым жақын келдің. Менің жүрегім соға бастады. Мен неге дедім? Ол маған қарады. Өйткені сен біреудің ұлы ғана емессің деді. Сен біреудің мүмкіндігісің. Бұл сөз түсініксіз еді. Сол себепті қауіпті. Тыйым нақты айтылғанда ғана күшейеді. Біз бұл жерде тоқтауымыз керек, деді ол кенет. Не үшін дедім? Өйткені сенің анан әлі де бәрін сезет деді ол. Ол үндемесе де. Мен орнынан тұрдым. Ол не сезет дедім? Ол өз қателігін деді ол. Бөлме суып кеткендей болды. Ана мен әйел арасындағы үнсіз келісім. Сен анаңмен бұл туралы сөйлестің бе деп сұрады ол. Жоқ. Ол да солай деді ол. Ол да еш қашан сұрамады. Нені дедім? Сенім жүрегіңді деді. Ол терезеге қарап тұрып жалғастырды. Кейбір аналар баласын қорғау үшін емес,
өз үнсіздігін қорғау үшін үндемейді. Бұл сөз жүрегімді қысып жіберді. 3 адам, бір шеңбер. Егер мен сенен алыстамағанда, деді ол, біреу жараланар еді. Кім дедім? Ол бұрылып маған қарады. Үшеуміз де, деді. Бұл ең қорқынышты жауап еді. Таңдау жоқ сияқты көрінетін сәт. Түн, қала тыныш. Біз бір бөлмеде отырмыз. Ара қашықтық бар. Бірақ ол физикалық емес. Сен кетуің керек, деді ол. Дауысы жұмсақ, бірақ қайтарымсыз. Егер кетпесем ше, дедім. Ол көзін жұмды. Онда сен өзімнен кетесің, деді. Бұл сөз мені тоқтатты. Қайту. Мен сол түні кеттім. Таң атпай. Қала әлі оянбаған. Ол ұйықтамаған сездім. Бірақ шықпады, шақырмады. Бұл ең ауыр қоштасу еді. Пойыз қозғалғанда мен алғаш рет өзіммен қашып бара жатқанымды түсіндім. Ана үнсіз қалмаған сәт. Үйге келген соң анам маған қарады. Ұзақ. Сен өзгеріп кетіпсің, деді. Мен жауап бермедім. Кейбір жолдар адамды ерте қартайтады, деді ол. Ол шай құйып отырды. Қолы дірілдеді. Бұл бірінші белгеді. Ең қауіпті сұрақ. Сен Гүлнарды көрдің бе, деді анам. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Иә, дедім. Ол көзін жұмды. Қалай екен, деді. Бұл сұрақта ана жоқ еді. Бұл жерде әйел болды. Үшінші адамның мойындауы. Біз бір-бірімізге қарызбыз, деді анам. Ол маған, мен оған. Не үшін, дедім. Ол маған қарады. Кейбір махаббаттар өмір сүрмейді, деді. Бірақ бір өмірді түгел анықтап кетеді. Ол керең дем алды. Сен сол махаббаттың салдарысың, деді. Мен ештеңе түсінбедім, бірақ жүрегім тарсылдап кетті. Ашылмаған есік. Толығын айтпаймын, деді анам. Өйткені сен дайын емессің. Ал қашан дайын болам, дедім. Еш қашан, деді ол. Бұл сөз үкімеді. Ішкі жарылыс алдындағы тыныштық. Сол түні мен бөлмемде отырдым. Қараңғы. Барлығы бір нүктеге жиналып қалғандай. Анам, Гүлнар, мен. 3 тағдыр, бір шеңбер. Мен өзімде емес, шындықты қорқып отырдым. Соңғы белгі. Телефоным дір етті. Хабарлама. Егер бір күні бәрін білгің келсе, анаңнан емес, өзіммен сұра. Жіберуші Г. Мен экранға ұзақ қарадым. Бұл хабарлама жауап бермеді, бірақ сұрақты күшейтті. Ашылған есік. Мен таң атпай тұрдым. Анам ас үйде отыр екен. Ұйықтамағаны көрініп тұр. Шай ішесің бе, деді. Бұл қарапайым сұрақ, бірақ дәл сол сәтте ол соңғы шеп сияқты естілді. Апа, дедім. Даусым өзіме бөтен шықты. Мен бәрін білгім келеді. Ол кесеге ұзақ қарады. Кейде білу батылдық емес, деді. Кейде білу өзімді жоғалту. Мен онсыз да жоғалып кеттім, дедім. Ол басын көтерді. Көзіміз түйісті. Бұл жолы ол қашпады. Анада әйел болған. Біз жас кезімізде бір адамды жақсы көрдік, деді ол. Біз. Бұл сөз бәрін өзгертті. Бірде емес, деді анам, бірақ бір мезгілде. Ол тынысын әрең ұстап отыр. Ол бізді таңдамады, деді. Біз бір-бірімізді таңдадық. Мен ештеңе айта алмадым. Кейін мен тұрмысқа шықтым, деді ол. Ал Гүлнар, ол сол жерде қалды. Сол махаббатта, дедім. Анам басын изеді. Сен соның бәрінен кейін дүниеге келдің, деді. Сондықтан ол сені көргенде, ол тек сен емес, өткенін көрді. Мен орнынан тұрдым. Денем қалтырап тұр, бірақ көзім құрғақ. Сонда ол мені, дедім. Жоқ, деді анам тез. Ол шекараны ешқашан бұзған жоқ. Ал мен ше, дедім. Ол үндемеді. Осы үнсіздік жарылыс болды. Мен бәрін түсіндім. Неге ол мені бірден сезді? Неге жақындамады? Неге кетті? Өйткені ол мені емес, менің арқылы өткенін жақсы көрді. Ал мен сол сезімнің көлеңкесіне ғашық болыппын. Құлаған иллюзия. Сол сәтте ішімдегі бір нәрсе үзіліп түсті. Бұл жүрек емес еді, бұл иллюзия. Мен оны әйел ретінде емес, тыйым салынған арман ретінде сүйгенмін. Ал ол ешқашан арман болған жоқ. Ол
жара болған. Соңғы кездесу. Мен оған бардым, айқайлауға, сұрауға, жауап талап етуге емес, тек қоштасуға. Ол мені көріп бәрін түсінді. Айтқаным айтты ма деді. Мен басымды изедім. Сен енді еркінсің деді ол. Ал сіз ше дедім. Ол жымиып қойды. Мен еркін болуды үйреніп жүрмін деді. Махаббат жасқа қарамайды ма? Иә, қарамайды. Бірақ махаббат шындықты көтере алмайды. Шындық келгенде біреуі кетеді, біреуі қалады, ал біреуі өзіне оралады. Мен сол үшінші адам болдым. Астар. Бұл тыйым салынған махаббат туралы емес. Бұл адамның өз ішіндегі бос орынды басқа біреумен толтырғысы келуі туралы әңгіме. Ал кейде біз ғашық болған адам біздің тағдырымыз емес, біздің өткеніміздің айнасы ғана болады.